Армысың қызық? Мен тәңіршімін. Үрі бала жан үйретіндері толып отыр. Онымен қоймайды ғой. Қазақтың дүниетанымының түгелімен дерлігімен ұрлап алған. Қазақтың дүниетанымдық түсініктерінің бәрін ұрлап алған. Сол жерде қонжиып барып, қара құзғын сияқты шоқып жеп, рахаттанып отыр. Сондай ұрланған дүниетанымның біреуі мынандай. Оны маған еще сұрақ қояды. Әй, тәңірші дейді, адам ата қауынаға сенесің бе? Сол туралы сендерде түсінік бар ма дейді. Қызығы, адам деген қазақтың сөзі. Қау деген қазақтың сөзі. Олы дүниетанымдық түсініктерінің бірегейі маған қояды сұрақ. Жауабын алғың келе ме? Онда анықтап нақтылайық. Адам деген қазақтың сөзінің арабтарда анықтамасы бар. Инсан деп аталынады. Оны жаратушылары жерден саз балшықты алып, торфты алып, почваны алып кеп, илеп жаратқан инсанды. Уақыт өткеннен кейін соның қабырғасынан әйел адамды жаратқан. Солардың ағайыны бар, бірнеше кітабы бар. Олар да кадыманды почвадан жаратады, соның ребросынан Еваны жаратады. Бұлардың түсінігі, қолдарында кітабы бар. Жоқ деп айта алмайды, жазып қойған, ғасырдан ғасырға көшіп келе жатқан кітаптары бар. Мен сол кітаптан айтып отырмын. Олардың түсінігі, оларға тән. Орыстарда адамды человек дейді. Христианство келіп, олардың бітішін шығарғанға дейін айтқан, христианство келіп, ана төріне Иисус Христос іліп қойып отырса да, человек деген, женщина деген, ұмытпай, мужчина деген ұмытпай айтып жүр. Ағылшындарда солардың дүниетанымын, солардың жаратушыларымен жолымен жүріп жатса да, мен дейді, басқалары мән дейді, біреулер пруша дейді. Яғни қазақтың адам деген сөзінің кез келген әлем халықтарында баламасы бар екен. Адам қазақтың сөзі. Бірақ қазақ тереңге кетіп қалады. Жаңағылар сияқты почвадан жаратпайды, қабырғадан жаратпайды, әйелдерін ребродан жаратпайды. Түсінсіз ме қалай? Қазақ дейді, ақтан адам жаратылады дейді. Адамның денесі ағза толығымен ақтан тұрады дейді. Сол ағзаның ішінде тұрған құдіретке байланысты адамның өлшемі бар дейді. Адамның өлшемі бар дейді. Сол өлшемге салған кезде қазақ айтады, адам жыныстық безі бойынша екіге бөлінеді дейді. Әйел және еркек деп дейді. Қазақ айтады, адамды әйел мен еркекке бөледі. Одан әрі терең кетіп қалады. Сол әйел мен еркектің жыныстық ерекшелігін уақ ата Хауана жасайды дейді. Уақ пен Хау жасайды дейді. Бұғанға дейін естімеп едік, онда түсініп ал. Бұл қазақтың ұлы дүниетанымы, жүйеленіп тасталған дүниетанымы. Көнеден бүгінге жеткен. Қазақ аздап айырылып қалған болады. Менің жазығым соларды орнына қойып жатыр. Басқалардың айтқанына көнбей, орнына қойып жатыр. Ал енді осы уақ, Хау дегенді аналар ұрлап алып, адам ата Хауана деп отыр. Солардың түсінігі деп жүрсек, сен тоқтар басқаша айттың, енді одан арман қалай дәлелдейсің деген кезде ғылымға жүгінесің. Ғылымда ер адам мен әйел адамның жыныстық ерекшелігін Y хромосом жасайды. ДНК-ның ішінде орналасқан. Бізде уақ ата Хауана ер адам мен әйел адамның жыныстық ерекшелігін нақтылайды. Бұл аналардық сияқты ғылымға сәйкес келмейтін түсінік емес екен. Почвадан жаратылған, ребросынан әйел жаратылған дей салатын жеңіл сөз емес екен. Бұл өте күрделі, зерттесең мәңгілік зерттеле беретін, небір ғылыми әлемдік сыйлықтарды алуға болатын мүмкіндігі бар.
түсінік екен. Адам, әйел мен еркек, уағата мен хауана. X, Y хромосом. Ғажап па? Ғажап. Бұл қазақ түсінігі. Егер бұндай түсінікті біліп отыратын болса, мен қалай адам деген сөзден, уағата хауана деген сөзден алыстап кетуім керек. Алыстай алмаймын. Неге десең, ол ғылымға жақын. Ол тек қана осы жерде айтылмайды екен. Біз қазақ деген 20 ел, 3 теледен тұрамыз. Сол 20 елдің біреуін қазақ уақ дейді. Уақ деген ел бар, таңбаланып тастаған. Таңбаланып тасталған адам емес, зат ретінде, химиялық элемент ретінде, ағзаның құрылымы ретінде, ақтың құрылымы ретінде, клетканың құрылымы ретінде таңбаланып тасталған. Бұл көне заманнан бүгінге жеткен дәлелдер, ғылымға сәйкес келеді. Бірақ таңғаларлық, жаңағы 20 ел 3 теле қазақ деген ұлтты жасайды. Бірақ әрбір 20 ел 3 теле қазаққа өзінің қабілетін, қасиетін дамыту үшін керемет заңдылықтарды береді. Уақ, орап айтсаң, қау деген ел, ер адам мен әйел адамның жыныстық безін нақтылайтын X, Y хромосомға сәйкес келетін болса, ол өзінің болмысына қазақ деген ұлтқа қандай қасиет пен қабілетті береді, немесе қандай кесел мен дертті береді. Анықтап зерттеп көрдің ба? Зерттеп көрмесең көріңдер. Нақтылаңдар. Орталарыңнан ғалым баланы тәрбиелеңдер, өсіріңдер, оқытыңдар. Биологияға, генетикаға жақындатыңдар. Содан кейін айтыңдар. Мына тұрғанның барлығы басқа әлем екен ғой. Адам екен деп жүрсек, ескерткіш қоямыз деп жүрсек, таңбаланып тасталған екен ғой. Оның үстіне адамды жарату мүмкіндігі бар. Адамның болмысына заңдылықтар кіргізе алатын мүмкіндігі бар. Ғаламат әлем екен ғой. Деді зерделе. Сондықтан сұрақ қойғыштарға айтарым былай: қазақтың дүниетанымы өте күрделі, бірақ өте оңай. Оға білген адамға өте оңай. Ал зерттеп зерделеймін деген адам үшін, ғылым қуамын, ілім қуамын деген үшін тұңғиық, заңдылыққа толы керемет әлем. Бұл қазақ білген дүниетаным. Сондықтан инсанға, қадманға айтылған түсініктердің бәрі қазақтың түсінігіне сәйкес келмейді екен. Хауана, адам ата деп отырғаның қазақтың түсінігі екен. Бірақ хауананың артында уағата деген бар екен. Бүкіл әлем айта алмайды. Ұқтың ба? Сондықтан, оның бар екеніне сенеміз. Сондықтан оның заңдылықтарын білеміз. Қазақтың жүйесін жүйелеп жүрген, тәңіршіл десең де болады, жүйешіл десең де болатын қазақтың ұландарымыз, ұлтшылдарымыз. Солай, сау болыңдар.